9-шы сынып 491 БЖБ көбею бөлім бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма сәйкестендіру. Сыртқы аналық жыныс мүшелері. Бірінші бізде О болады, умамен жыныстық мүше. Екінші Г болады, ішкі аталық жыныс мүшелері. Үлкен және кіші жыныстық жапсақтар. Одан кейін үшінші болады сыртқы аналық жыныс мүшелеріне бізде Д болады, аталық бездер, шәуіт шығаратын түтік, қол-қасты безі. Келесі бесінші аталық жыныс бездері. Е болады, аналық бездер, екі жатыр ішілік. Аналық жыныс бездері. Ең соңғысы А болады, аналық бездер. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. Бір дұрыс жауап мынасынсыз дейді. Бізде аталық жыныс гормоны тестостерон болады, аналық жыныс гормоны прогестерон болады. Келесі дене массасы мен өлшемі даму және арту қарқынының жылдамдығының үдерісі бізде акселерия болады. Келесі тапсырма кестені толтыру. Концентрация түрлі контрацепция түрлері. Табиғи жолмен жыныстық қарым-қатынастың болмауы. Ең дұрысы, одан кейін күнтізбелік немесе температуралық әдіске кедергі келтіретін презервативтер, жатыршілік спиральдар болады. Гормондарға гормондық препараттарды жыныстық қарым-қатынастан кейін қабылдау, яғни дәрі-дәрмек деген сияқты. Одан кейін қорғану жолдарына айта кететін болсақ, гормональды уколдар болады, соларды салу арқылы қорғануға болады. Концентрация түрлері тағы жатыршіліктер, спиральдар жатады. Түбегейлі хирургиялық әдіс бар және. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма бізде кестені толтыру. ЖИТС дегеніміз ауру қоздырғыштары, адамның иммундық тапшылығы. ЖИТС дегеніміз бізде адамның иммундық тапшылығы. Яғни адамда ешқандай иммунитеттің болмауы. Келесі организмге төндіретін қауіп. Адамның лейкоцит жасушаларын зақымдайды, біртіндеп қауіпті иммунитетті жояды. Одан кейін мерез бізде ауру қоздырғыштары, ақшыл спирохита бактерия. Жыныс мүшелерінің ауыздың, көздің, мұрынның сілемейлі қабықшалары және бүкіл организмді уланады. Яғни біздің ағзамызды улайды. Келесі соз, шар тәрізді көктар.
Келесі бізде шар тәрізді гонококқа келдік. Жыныс мүшелері тік ішектің, көздің, тамақтың, шырышты қабықшасының зақымдалуы. Одан кейін гепатит бактериясы қоздырғыштарына жатады. Одан кейін ағзаның ағзаға түскеннен кейін жыныс мүшелері тік ішектің, көздің, тамақтың, шырышты қабықтың зақымдануына алып келеді. Яғни соз бен гепатиттің ағзаға төндіретін қауіпі бірдей ұқсас болады екен. Келесі бізде жыныстық жолмен берілетін аурулар жұқтырмау үшін қандай жалпы профилактикалық шаралар қолданады? Жеке бас гигиенасын сақтау, кездейсоқ жыныстық қатынастан сақтану және мүшеқап қолдану. Міндетті алдын алу, тексерілуден өту. Одан кейін иммунитетті міндетті түрде нығайту арқылы біз ағзамызды қорғай аламыз.